Саламатсыздар ма, балалар? 147-ші есебімізде бір ұяда дейді 60-80 мыңдай ара болады дейді. Оның 50 мыңы шырын таситын жұмысшы ара дейді. Бір жұмысшы ара бір ұшқанда 200 гүлге қонып 40 миллиграмм шырын жинайды дейді. Және ол күніне орта есеппен 4 рет ұшады екен. Сонымен қатар әрбір жұмысшы ара 1 секундта қанатын 40 рет қағады дейді. Олардың небар өмір сүру ұзақтығы 1 ай дейді. Енді бізге бірінші есебімізде бір жұмысшы ара орта есеппен өз құмырында неше килограмм шырын жинайды дейді. Яғни ол үшін істейміз, біз бір күнде қанша жинайтын тауып алуымыз керек. Бір күнде 40 миллиграммен 4 рет жинайтын болса, 160 миллиграммды бір күнде жинайды. Енді өмірінде болатын болса, ол бір ай өмір сүрсе 30 күн деп алайық. 30 күн. Енді оны 160 пен көбейтеміз. 4800 миллиграмм жинайды екен. Яғни бір айда өмірінде. Енді оны бізге сұраптар килограммен дейтін болса, 1 миллиграммда 1 миллион килограмм бар. Енді оны 1 миллионға бөлетін болсақ, 0,0048 килограмм болады. Яғни ол дегеніміз стандарт түрде жазсақ, 48 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Бірінші есебіміз шардық. Екінші есебімізде бір ұя аралары тәулігіне неше грамм шырын жинайды дейді. Яғни бір ұяда 50 мың ара жұмыс жасайды ғой, шырын жинайды. 50 мыңды көбейтеміз. Бір күнде біреуі 160 миллиграммнан жинайтын болса, 50 мыңы қанша жинайтын тауып алайық. Яғни бір күнде сонда 50 мыңды 160-ға көбейтетін болсақ, 8 миллион болады. 8 миллион миллиграмм болады. Енді бізде есепте не дейді? Граммен немесе килограммен сұрап тұр. Енді миллиграммда граммға айналдырсақ, 8 астына жазайын. 8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болады. Бұл граммен. Ал егер килограммен болатын болса, онда 8 болады. Килограмм. Енді балалар, біз екінші есебімізді таптық. Үшінші есебіміз шарайық. Бір жұмысшы ара тәулігіне күндізгі 10 сағат ішінде қанатын неше рет қағады дейді. Яғни 1 секундта білеміз. 1 секундта 400 рет қағады деген. 1 секундта 400 рет болатын болса, 60 секундта көбейтеміз 400-ді. 6-4-24, 3-0 бар. Яғни 24 мың рет қағады екен. 60 секундта. Енді балалар, 60 секундта 24 мың рет қағатын болса, ол 1 минут деген сөз. 1 минутымыз белгілі бізде. Енді 60 минутта қанша қағады екен тауып алу үшін 60 минутымызды көбейтеміз 24 мыңға. Сонда болады 1 миллион 440 мың. Яғни 1 сағат, 60 минутымыз 1 сағатқа тең. Енді біз 1 сағатты таптық. Енді 10 сағатта дейтін болса, осыны көбейтейік 10-ға. Яғни 1 миллион 440 мыңды
көбейтеміз 10-ға. Сонда 14 миллион болады. Енді осыны стандарт түрде жазатын болсақ, 14 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі рет қалады. Яғни 10 сағатты деп жазайын. Енді үшінші есебімізді шығардық. Төртінші есебімізде не дейді екен? 1 килограмм шырын жинау үшін жұмыс шаралар шамамен неше күнге қонақтауы қажет. Мына жерде демек төртінші есебімізде, яғни 200 гүлге қонақтаған кезде не істеді? 40 миллиграмм шырын жинады. Енді 1 килограммда қанша жинау керек? Яғни 1 килограммда 1 миллион миллиграмм бар, 1 миллион миллиграмм бар. 1 миллион миллиграммда x деп табамыз. X. Енді x тең болады 1 миллион көбейтілген 200 бөлінген 40. Яғни 5 миллион болады екен. 5 миллион гүлге қонақтау керек. Енді оны стандарт түрмен жазатын болсақ, 5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Осымен балалар есебіміз аяқталды.